Асқақшың бұлтпенен таласқан, солшыңнан биіктеу жалғыз-ақ, дүниеге шаңырақ көк аспан. Қазаққа ұқсайды расында, күлім көз алтын күн көктегі, жарылқап досында қасында, бәріне шуағын сепкені. Илигай гикай 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 гикай, илигай гикай 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 гикай, илигай гикай 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 гикай, жаса қазағым. Илигай гикай 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 гикай, илигай гикай 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 гикай, илигай гикай 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 гикай, жаса қазағым. Қазаққа ұқсайды бауырым, байқасаң далиған қара жер, артылып үстіне ауырым, қойнына өлгеннің бәрі ер. Қазаққа ұқсайды жақпарда, жылт еткен таудың бал бұлағы, өзендер өзгеріп жатқанда, бастауы болған бай тұр әлі. Илигай гикай 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 гикай, илигай гикай 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 гикай, илигай гикай 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 гикай, жаса қазағым. Илигай гикай 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 гикай, илигай гикай 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 гикай, илигай гикай 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 гикай, жаса қазағым. Илигай гикай 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 гикай, илигай гикай 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 гикай, илигай гикай 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 гикай, жаса қазағым. Керемет, қош келдіңіздер, мейрам құтты болсын. Дастархан басына жайғасыңыздар. Дәрібаевтар ансамблі бүгін біздің студиямызда қонақта. Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда. Сақталушы еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға. Наурыз айы туғанда. Осы бір рухты да салтанатты ән Наурыз мейрамының бойтұмарына айналып үлгергелі қашан. Әнмен бірге қазақтың жүрегі қатар соғып тұрғандай. Армысыз қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде мерекелік хабарымызды бастаймыз. Және сіздермен бірге мен Жадыра Серікқызы, ал көшпелі студиямен әріптесім Марлен Айдарханұлы және Айым Болатқызы тікелей эфирде байланысқа шығады. Ал мен студияның қонақтарымен жақынырақ таныстырып өтейін. Қош келдіңіздер аға, қалай жеттіңіздер? Ат арылтып Алматыдан келгендеріңіз үшін, біздің хабар үшін арнайы келгендеріңіз үшін алғыс білдіреміз сіздерге. Енді жалпы бүгінгі хабарды әннің тарихына арнап отырмыз. Жаңағы орындаған әндеріңіздің тарихына тоқталып өтсеңіздер. Бұл енді сөзін Серік Сейтман деген досым жазған. Бұл енді мына Қазақ радиосында істейтін еді. Қазір де істеп жатыр ғой.
Сол жерде қазақ радиосының төлқұжат ретінде Серіктің осы бір өлеңі қазаққа ұқсайды зәуміз арт деген бір шумақ өлеңі не ретінде айтылатын. Заставка дейм ма сол сондай ретінде айтылатын. Ән қалай айтылады? Қазаққа ұқсайды. Мына қазақтың кең дархандығын, қазақтың мінез құлқын барлығын осы сөздермен бүкіл табиғатқа теңеп, әдемілеп жазған өлеңдердің бірі. Соған мен ән жазып, осы өлең жазғанбыз. Ал енді жаңа әдетте Наурызды қалай қарсы алатын едіңіздер отбасыларыңызда? Сол жайында айтып өтсеңіздер. Ал мен сіздерге оған дейін Наурыз көжеден, ақтан қия берейін. Біздер ауылда жас кезімізде, ауылда бүкіл ауылдың бәрі, бүкіл көшенің бәрі Наурыз көже істеп, шығып бәріміз жерде еркек бар, жаңағы әйелдер бар, бәріміз арық қазатын тұғымыз. Арық қазатын тұғымыз, айнала төңіректердің бәрін тазалайтын тұғымыз. Сол ауылдағы Наурыз көженің ең алғашқы көргеніміз сол болатын. Ішінде әсіресе мына көп, өте дәмді мынандай ноқаттарды көбірек қосатын тұғын. Өте жақсы тамаша болатын тұғын. Ал енді сіз айтып өтсеңіз, жалпы Наурыз көже жасайсыздар ма? Қалай қарсы алайсыздар? Жас кішкентай кезімізде аналарымыз Наурыз көже істегенде қасында жағаласып жүріп, дәмін көрейік деп жүріп үйренген. Иә, енді әркім әртүрлі жасайды Наурыз көжені, иә? Сіздің жаңағы қыстан қалған мынау сүрленген еттерді қазанға асып, анамыз содан көргеннен кейін біз де енді қазір болашақта өзімізде солай істейтін болдық қой. Сүрленген еттерді асып, одан кейін оны ұзақ қайнатып, оның ішіне дәмдеуіштер жаңағы бидай қосылады кей жерлерде жүгері, бәрі түйілген нәрселерден қосып, жаңағы дәнді дақылдарды жеті тағамға реттеп, ең соңында жаңағы сәлінағаны кейін суытып, сүзбе дейді ғой, қазірше сүзбе қосатын тұғымыз, құрттың жаңағы құрт істейді ғой сүзбеден. Содан қышқыл дәм беретін қылып, соны араластырып, сөйтіп күйеуге шыққаннан кейін енді жаңа күйеуім жақтарда басқаша жасайды. Басқаша жасайды ғой. Бірақ анау ерлер көктем кезінде жаңа арықтардың толық бағандарын тазалайды. Содан кейін тал егеді. Сол кезде бізге енем жаңа апамыз айтатын, бүгін сен андай Наурыз көже жасайсың. Мен қасыңа жаңа самоварды қойып, ана кісілерді күтеміз дейді. Содан кейін біз жаңағы дастарханды мол қылып дайындап, бір күн, екі күн бауырсаққа, тапанан пісіреміз. Сондайларды пісіріп, ертеңіне жаңағы барымызды алып барамыз, құртымызды, майымызды. Сөйтіп шөптің үстіне киіздерді төсеп, жан-жағына көрпеше төсеп, дастарханды, осындай мата дастарханды ортаға жайып, әр ауылдан көршілерден барлық келіндерін ертіп, қыздарын ертіп, той болады. Той болады ол. Ана кісілер шаршап, шалдығып келіп, біздің жаңағы Наурыз көжемізді ішіп, рахметін айтып, біз оларға сәлем саламыз. Соңғы алып барғаннан кейін олар бізге қайтадан қайтарады. Сәлем саламыз, олар бақыт тілейді бізге. Сөйтіп көп жаса деп. Көп жаса деп. Сонымен үлкен кісілердің жақсы нелерін, тәлім тәрбиелерін алатын болмыз. Қандай керемет, иә, қазақтың мейрамы деген қандай керемет. Мен көрермендерге айта кетейін, қымбатты көрермендер, біз 2 сағат бойы тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Біздің хабарда ән айтылады, жыр жырланады. Сондықтан бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 401757, ал қала коды 87282. Одан кейін арнайы сіздер үшін дайындаған ойынымыз бар. Егерде біздің жаңағы хабарға хабарласып, 3 кезеңнен тұратын ойынға қатысамын десеңіздер, мархабат, сіздер үшін арнайы бағалы сыйлығымыз бар. Хабарласыңыздар, қымбатты көрермендер, арнайы сыйлығымызды ұтып алғыларыңыз келсе, дәл қазір Жетісу арнасына хабарласыңыздар. Ал енді сіздердің шығармашылықтарыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Сомен де бөлісе кетіңіз. Алдағы жоспарларыңызды айта кетіңіздер көрерменге. Мынау енді кішкентай қыздарымыз ортамызға қосылып, осы қыздарға, ұлдарға
көбірек акцент жасап жатырмыз. Енді осыларға біраз әндер жазырып, сондай жұмыстармен айналысып жатырмыз. Қыздарды нақтырақ таныстыра кетейік, есімдері Таңшолпан, Әйгерім деген қызымыз. Немерелеріңіз ғой. Немерелер бұл Дәрібаевтардың 3-ші буыны. Енді үйде тағы да Алинұр деген ұлымыз бар, Нұрдина, Таңнұр деген қыздарымыз бар. Сәкен аға, енді қандай әндер жазылып жатыр? Айта кетсеңіз, жалпы әндер жазылып жатыр ма? Соңғы жазылған әндеріміз енді осы қыздардың орындайтын бүгін енді дайындап келіп отқан Анаға алғыс деген әніміз. Одан кейін Туған күн деген әнді Гүл Аяға жазғанбыз. Және де соңғы жаңалығымыз осы 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арнап біз мен жұбайым Алатау аналар қоғамдық қорында жұмыс жасайды. Сол жерде балдарды тегін дәріс үйретеді. Сол балдарға бейнебаян түсірдік. Осы 1 наурыздан бастап телеарналардан көрсетіле бастады сол бейнебаянды. Сондай жаңалықтарымыз бар. Ән сұрайық сіздерден, қонаққа де, қыздардан. Енді қыздарымыз Анаға алғыс деген әнімізді орындап берейік біз енді. Қандай керемет ән, керемет орындау. Енді апай, өзіңізден Наурызға бір тілек сұрасақ? Мынау елімізге бүгінгі
келіп кіріп жатқан наурыз мерекесінің құтты болсын деп айтамыз. Әз наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, осы елде бақ дәулет артып, ырыс несібесі мол болып, Алла тек қана жақсылығын шаша берсін деп тілеймін Алладан. Барлықтарыңызға наурыз құтты болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Аға, өзіңіз бір ауыз сөз. Бүгінгі өз қазақ елдің бүкіл елдің ненің көктің бәрі көгеріп, өмірдің жаңа бастамасы, барлық тіршіліктің бастамасын әл наурыз мейрамымен бүкіл елде құттықтаймыз. Жаңа мұсылман жаңа жылы ғой, жаңа жылда жаңа табыстарға, жаңа биіктерге көтерілуіне тілектеспіз. Әумин, айтқаныңыз келсін аға, сіздердің де шығармашылықтарыңызға жаңағы толға берсін, шабыт сіздерге. Рахмет сіздерге.